Сәлем достар, сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі живой фотоның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар, және де видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін живое фото, оживающее фото деп айтады, сондай жасап үйренеміз. Сіздерге ссылкасын беремін. Осы фоторме деген сайтқа кіресіздер, мен ссылкасын беремін. Сосын регистрация жасайсыздар обязательно. Студия деп басасыздар. И сол жерде регистрация сұрайды. Регистрация нового пользователя деп жаңағы почтаңызды жазып, неңізді жазып, регистрация жасайсыздар. Сосын өзіңіздің кабинетке кіресіздер. Студияда тұрады жаңа кабинетіңіз. Кірдіңіздер, студияға обязательно кіресіздер, сосын өзіңіздің личный кабинетке кіресіз. Студия деген личный кабинет. Кейін жұмысты бастаймыз, жұмыста мына жерде проекттеріміз тұрады. Біздің мен жасаған проекттерім образец, арайка, олжас деп. Ең бірінші қалай бастаймыз жұмысты? Создать альбом дегенді басамыз. Обязательно создать альбом дегенді басамыз. Сосын мына жерде название деп тұрады. Название жазасыз. Енді клиентке жазасыз ғой, например, клиент жазып жатыр, Ақмарал мен бірдеңе деп өзі жазады ғой, чтобы шатасып кетпеу үшін, например, клиентканың аты Ақмарал заказ деп жазасыз, например. Описание терсеңіз болады, чтобы шатаспайтындай. Создать деп басасыз, создать-та. Все, біздің альбомымыз ашылды, Ақмарал заказ деп, соның үстін басамыз. Осындай неге кіреміз, қараңыздар. Енді создать живую фотографию дегенге кіреміз, басамыз. Живую фотографию дегенге басамыз, сол жерде мына жерде выбрать фотографию, выбрать видео деп шығады. Бірінші выбрать фотографияды басамыз, то есть бізде бірінші сурет тұрады, содан кейін видео тұрады, Мен бір любой фотоны қоя салам. Просто так көрсетіп қоя салайын, выбрать дейміз, сосын загрузка болады Изображение загружено деп шығады астына, көрдіңіздер ма? Енді одан кейін выбрать видео дейсіздер, медиатеканы басасыздар, сөйтіп бір любой видеоңызды мен қысқа бір видео қоя салайын, например, на видеоны қоя салайын, например, выбрать деймін, чтобы сіздерге понятно, загрузка болып жатыр. Все, загрузка болды, видео загружено дейді. Енді мына жерде функцияларын айтып өтейін, вырезать фрагмент видео дейді, то есть мына видеоңыз көрсеткен кезде, тура фотографияңыз қалай болып тұр, солай болып көрсетіледі видео. Мына фотография ғой бізде основной. Қараңыздар, мына жерде скрыть фото деп видеоның основной моменті, основной жер қай жерде екенін көріп алсам болады. Мынау фото менде, мына жаққа астына апарсам, пол көрініп қалады. Баннерін көрінбейді, значит мен үстіне апарып қоямын. Сосын барамда қайтып скрыть фотоны басам, сосын дұрыс болады. Расширить видео дегенді онша пайдаланбай қойыңыздар, өйткені қараңыздар, мынау скрыть фото дейін, видеом шеті қап-қара болып кетеді, ол онша жаман көрінеді. В общем, оны расширить видеоны істемей-ақ қойыңыздар, қара поле болады сурет видеоның жанында. Лучше осы вырезать фрагмент дегенді пайдалансаңыздар дұрыс. Осыны басамыз. Сол кезде әдем болып, толық болып көрінеді видеомыз, шетінде қара болмайды. Мына жерде появление из темноты деген бар, то есть темный болып, содан кейін бар видео келеді. Енді обработать видео дегенді басасыздар, бізге қазір дайындап береді. Обработка болып жатыр. Все, видео обработано дейді, бізге дайын. Создать дейміз. Все, заказымыз дайын. Енді қараңыздар, бұл каждый заказды жасағанда бесплатно сақтауға болады, бірақ бесплатно сақтаған кезде бұл бір айға ғана жарайды QR-ы. Ал егер 100 рубль төлеп сатып алатын болсаңыз, бұл вечно болады. И біз клиентке обязательно сатып аламыз. Оплатить 100 рублей дейсіздер. Сосын каждый заказдар 500 теңге төлеп отырасыз. Нормально 500-600, сондай төлеп, карточкаңызды өзіңіз байланыстырасыз, банковская картаны басып, мен көрсетпей қойын, бұны бәрін өздеріңіз істейсіздер. Все, оплатить дейсіздер 500 теңге. И, например, постерді 3,5 теңге сатасыз, 4 теңге сатсаңыз да болады, оның 500 теңге наған кетеді. Рамкаға бір 500-700 теңге кетеді. Сонымен артындағы пайдасы жақсы қалады. Сосын QR-код
Мінекей мына жерде ұмытып кеттім ғой көрсетуге. Так, QR код альбома деп тұр. Обязательно осы QR кодты басасыздар үстін. Сол кезде QR код шығарып береді сіздерге. QR кодтың үстін басамыз. Сол кезде мына жерде добавить фото деп шығады. Соны басасыздар, телефонға картинка ретінде сақтап аласыздар. Сосын жаңағы постерге суретін қоясыздар, и QR кодын қоясыздар обязательно. Енді мен қалай тексеретінін көрсететін боламын. Енді Фотор.me деген приложение скачать етіп аласыздар обязательно. Сол Фотордың приложениесі бар, соны обязательно скачать етіп аласыздар. Клиентке де сол приложение скачать етіп ал деп айтасыздар. Солмен ғана қарай алады, басқа приложениемен қарай алмайды. Енді Фотор.me'ға кіреміз, ішіне регистрация ештеме істеудің қажеті жоқ. Осылай шығады, мінекей список альбомов, создать альбом деп бұл жақта создать альбом деген бағанағыдай емес, бұл жерде кішкене ғана бір 0,5 секунд қана істелінеді, басқаша істелінбейді. Сол сайтта ғана істелінеді. Сосын сканировать QR кодқа кіресіздер. Енді қарап алыңыздар. Бағанағы жасаған жұмысымды көрсетейін деп жатырмын. Оны шығарған жоқпын мен. Просто телефонға, екінші телефоннан QR кодын қалай сканировать етеді, соны көрсетем. Қараңыздар енді. QR-ды былай әкелеміз. Сол кезде қараңыздар, бағанағы альбомымызды шығарып берді. Біз альбом создавать еттік қой, ақмарал заказ деп. Сол альбом шығады. Сол кезде клиент, например, клиент қарап жатыр, мына жасағаныңызда. Осындай шығады клиентте. Сол кезде загрузить альбом дегенді басады клиент обязательно. Смотреть онлайн баспай ақ қойсын, загрузить альбом дегенді бассын. Загрузкасын күтеміз. Все, енді наслаждайтесь магией дейді. Бағанағы QR кодтан кейін енді суретін ашамыз, и сразу осылай видеосы шығады. Қараңыздар. Все. Біздің живой фото дайын болды.